Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 30 апрель, сәуір. Кезекті видеомызды түсіруді нәсіп еткен екен, соны түсіріп жатырмыз. Мына жерде суарып жатырмыз. Шылаушындарымызды. Шылаушындардың оларды біз көңді жеп, содан шығарған отходы биогумус деп аталады. Биогумус ол кез келген егінге пайдалы, табиғи тыңайтқыш болып есептеледі. Ешқандай да химия емес. Сондай мақсатта және шылаушынды көбейту мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Шылаушын дегеніміз не дейді? Шылаушын дегеніміз кәдімгі өзіміздің қарапайым тілмен айтқанда шербақ қой. Мына кішкентай балдарына. Шербақ. Бұл калифорниялық қызыл шылаушын деп аталады. Бұл тек қана көңде жүреді, міне кеңіздер. Мына жерде шағылысып отыр міне. Олар жұмыртқа тастайын деп отыр өше. Ол жағдайлар жақсы болғаннан кейін, олар не істейді? Жұмыртқа тастау процесі жақсы жүреді. Ол жақтарын жаңа суғардық, ылғалы өте жақсы, керемет. Шылаушындарымыздың көбейіп атқандары. Айды, маяқтар су болып атыр екен. Көрейік. Бұл жерлерде де керемет шылаушындар шағылысып жұмыртқа тастап жатыр екен. Помидор тастағанбыз, помидорлар шығып жатыр. Мұнда да өзінің кезекті жемісін беріп жатыр. Болмайды екен. Су басып кетті. Биогумус дегеніміз бұл табиғи тыңайтқыш. Шылаушын дегеніміз бізде көбінесе жаңағы жауынқұрт деп айтамыз, шербақ деп те айтамыз. Сол жауынқұртымыз, сол шербағымыз осы калифорниялық қызыл шылаушын. Міне кеңіздер. Әдемі. Жұмыртқасы көкін дейміз ғой. Мына жерден су өтіп қалды ғой. Сеттерін ғана ашып көрейін деп атқаным, ол қалай болып атқан. Сағана қараңдар. Арасында қамыстың тамырына дейін өсіп жатыр ғой. Жарықтық. Шылаушындар. Қай жерін ашсақта шылаушын шығады. Демек бұл дегеніміз әжептәуір көбейіп жатыр дегеніміз. Бұл жерде жаңа биогум берген, мен үстінен су құйып отырмын. Ал мұнда биогумда
Үш бұртқа кезегінен беріп жатырмыз. Бұл жерде әдепкі мына бірінші бұртқа кетіп отыр. Өткендегі шылаушын салынған жерлер ғой. Баяу. Бірақ біз шылаушынды осы ортасынан тастап шыққанбыз, мына шлангының астының барлығын. Енді осы жерде қазір ембиогум беріліп отыр. Ембиогум шылаушының иммунитетін көтереді және аппетитін ашады. Қазір мынаған берем 200 литрді, одан кейін келесіне 200 литр, одан кейін арқысына 200 литр. Осылай 200 литрден әрқайсысына беріп қоямын. Бұл ембиогумды Шымкентте Бақытжан ағамыздан алдырғам. Пока жетеді. Ертең тағы да алдырып қоятын нәрсе екен. Сосын мына жұрттар жаңа құмшекер таппай құмшекерге таласады. Мен өзім құмшекер жемеймін, әйелім де құмшекер жемейді. Біз мына құмшекерді әрқайсысы 2 килограммнан әр бочкеге 2 килограммнан құмшекер салып, соны ембиогумнан құйып араластырып беріп жатқан жағдайымыз бар. Мына жерде азын-аулақ помидорлар, огурцы бар, болгарский бар. Тоникпен суарылады. Теплицадан дамада қалған жоқ. Хайыр. Каналымызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Аяғына дейін көргендеріңізге рахмет.